Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай оқтаумен жайып отыруды қажет етпейтін, өте нәзік болып шығатын осындай медовый торттың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Менің видеомды асықпай соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кремін жасап алатын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қант, ұнды қосып, миксермен барлығы біріккенше миксерлейміз. Және де оның үстінен қатты қою болып кетпес үшін бізге сүтіміздің кішкене бөлігін құйып жібереміз. Бізде осындай сұйықтау масса болады. Және де газге сүтті құйып, бір ыдысқа баяу отта қайнататын боламыз. Оның үстінен жаңағы массаны құйып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырсақ, асты баяу отта тұру керек, міндетті түрде жайлап өзі осылай қою крем болады. Осыны басқа ыдысқа қойып, бетін осындай пищевой пленкамен жауып, тез суы үшін қойып қоятын боламыз. Енді кезекте біз корждарын дайындап алатын боламыз. Ол үшін 300 грамм балды, осындай таза балды пайдаланғандарыңыз жөн. Баяу отта қойып, осылай кішкене көбіршіктер шыға бастаған кезде үстінен 1 шайне ложка ас содасын саламыз. Бізде осындай 2 еселеніп, әппақ болып көпіреді. Міндетті түрде араластыруды тоқтатпай араластырып отырыңыздар. Және де осындай карамельді түске енген кезде газден алып, бетіне мұздатқышта тұрған мұздай сарымайды қосып, жақсылап осылай лопатаны немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Барлығы біріккеннен кейін кішкене су үшін бір шетке алып қоямыз. Бөлек құрғақ ыдысымызға 6 жұмыртқаны салып, егерде сіздерде жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 7 жұмыртқа пайдалансаңыздар да болады. Қантты салып миксерлейміз. Бізде 2 еселеніп көп судың қажеті жоқ. Кішкене қантымыз ерісе болды. Және де оның үстінен өсімдік майын қойып, тағы да бір рет миксерлейміз. Және де жаңағы балды массамызды қойып, барлығы біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Және де ұнымызға 1 шай қасық осындай разрыхлитель салып, аз-аздан біздің массамызға құйып миксерлейтін боламыз. Барлығын міндетті түрде бірден салып жібермеңіздер. 3-ке немесе 4 бөлікке бөліп араластырсаңыздар, арасында ешқандай ірітіктері болмай, әдемі массаға енетін болады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына егерде түсінбеген сұрақтарыңыз болмаса, немесе мені қолдау ретінде өздеріңіздің тілектеріңізді жаза кетіңіздер. Міне бізде түсі осындай өте әдемі, карамель тәріздес, сұйық масса шығу қажет. Енді бізге осындай кондитерлік кольца мен пергамент қағазы қажет болады. Егерде кондитерлік кольца болмайтын болса, диаметрі 20 немесе 22 сантиметрден пергамент қағазына ручкамен дөңгелек етіп сызып алып, соғанда осылай 3 ас қасық массадан құйып, біркелкі етіп, қызып тұрған пеште 180 градуста ровно 10 минут шамасында пісіріп аламыз. Корждарымызды пісіріп болғаннан кейін пергамент қағазына міндетті түрде суғаннан кейін ғана барып аламыз. Бізде осындай өте эластичный, сынбайтын, жыртылмайтын корждар шығады. Енді барлық корждарымызды пісіріп болғаннан кейін оны жинауға кірісеміз. Біздің креміміз осылай қоюланып, өте әдемі болып, дайын болып тұрады. Корждарымыздың сыртына осылай кольцаны қойып, барлығы бірдей дөңгелек шығу үшін 2 ас қасықтан кремді немесе 3 ас қасықтан егерде кремдеріңіз артылып қалады деп ойлайтын болсаңыздар, салып, бірінен кейін бірін қойып, ең соңындағы бір коржды осылай мен сияқты блендерден өткізіп жібереміз де, астына, жанына, барлығына біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Балды тортымызды жинап болғаннан кейін кремі сіңу үшін мұздатқышқа 2-3 сағатқа салып алсаңыздар болады. Немесе мен сияқты бірден салмай, осылай кесіп жіберсеңіздер де кремі сіңіп, өте нәзік тортқа айналады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізді сұраймын. Өте нәзік, өте әдемі, оңай. Сіздердің қонақтарға жасап берсеңіздер де сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Арайлым.